Қазақстандағы егін алқаптарының аумағы 235 мың гектарға қысқаруы мүмкін. Есесіне майлы, бұршақ тұқымдас сынды өзге де дақылдарды өсіру аумағы кеңейеді. Бұл туралы бүгін Ауыл шаруашылығы министрлігінде өткен алқа отырысында белгілі болды. Биыл көктемгі дала жұмыстарына 60 миллиард теңге несие бөлу жоспарланған. Алайда министрліктегілер алдағы астық мөлшеріне қатысты болжамдарымен әзірге бөліспей отыр. Қалай дегенмен өткен жылғы жауын-шашын мөлшері қажетті ылғалдың болуын қамтамасыз етеді. Оның үстіне биыл қар да мол түсті дейді олар. Отырыс барысында Ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков мемлекет тарапынан қолдау көрсетілетін бағыттар мен субсидия бөлу мәселесіне тоқталды. Егер 2013 жылы 88 миллиард теңге субсидия болса, 2014 жылдың қорытындысы бойынша субсидияның көлемі 150 миллиард теңгеге дейін жуық жетті. Әсіресе бұл өсімдік саласына өте көп әсерін тигізді. Субсидияның көлемі 2 есеге дейін ұлғайды деуге болады. Қазір керісінше кейбір облыстар осы субсидияларды игере алмай, сомен әуре болды.